Сәлеметсіздер ме, ұстаздар? Сіздерге сабақты қызықты өткізудің 5 тиімді тәсілін ұсынамын. Тақырыпты талдауда жұптық топтық тапсырмаларға, өткенді қайталауға қолдануға өте тиімді әдістер. Бірінші әдіс даналық ағашы деп аталады. Оқушылар мәтінді жылдам, бірақ мұқият оқып шығу тиіс. Енді әрқайсысы онда кездескен деректер, ұғымдар бойынша күрделі сұрақ құрап қағазға жазады. Жүргізушінің қолында сандықша болуы тиіс. Соған сайысқа қатысушылар кезегімен өз сұрақтарын салады. Мәтінді тағы бір рет жылдам оқып шығу керек. Әр қатысушы сандықшадан сұрақ жазылған қағаз алып, оған неғұрлым толық жауап жазып, алдын ала дайындалған ағаш бұдағына апарып іледі. Оны дауыстап оқытуға да болады. Басқалары сұрақ пен жауапты бағалайды. Акционер әдісі. Тақтаға конверттер ілінген панно бекітіледі. Оларда әртүрлі деңгейдегі тапсырмалар болады. Әрбір қатысушы конверттен мүмкіндіктері мен қабілетіне қарай тапсырма алып, дайындалып жауап береді. Жауаптары акциялармен бағаланады. Акционер қатысушы жауабының толықтығына қарай әртүрлі түстегі акцияларды алады. Толық емес жауап қызыл түсті акция, дұрыс бірақ кеңінен ашылмаған жауап сары түсті акция, дұрыс негізделген жауап жасыл түсті акция. Әр акцияның бастапқы құны бар, оны банк бекітеді. Балдардың ең жоғарғы мөлшері түстердің санымен анықталады. Мысалы, егер қатысушыда қызыл түсті акция болса, онда түсімге тек 2 балл қатысады. Ал егер әр түсті болса, онда жоғары балл 4 болады. Мұғалім, банкир әрбір оқушының түсімін есептейді. Егер қызыл акциялар көп болса, бұл акциялардың құны төмендейді. Ал егер жасыл және сары көп болса, онда олардың құны артады. Мысалы, сарылар 10, ал жасылдар 5 болса, онда жасыл акциялар сарыдан қымбат. Осы негізде мұғалім, банкир баға қояды. Жартыңды тап әдісі. Мұғалім кеспе қағаздар дайындайды. Біреуінде ұғымның немесе анықтаманың бір бөлігі жазылады. Екіншісінде анықтаманың жалғасы жазылады. Оқушылар өз кеспе қағаздарындағы анықтаманың жалғасы жазылған кеспені іздеп табады. Сонан соң жұптасып әрі қарай жұптық тапсырмаларын орындай береді. Бос орындық әдісі. 3-4 орындыққа берілген тақырып бойынша әртүрлі адамдардың жазған пікірлерін және сұрақ белгісі жазылған А3 бетін жайғастырып қою керек. Қатысушылар әртүрлі пікірлермен танысып, өзі дұрыс деп таңдаған пікірдің жанына тоқтайды. Егер жазылған пікірлермен келіспесе, сұрақ белгісінің қасына тұрады. Қатысушылардың барлығы шеңбер бойымен отырады. Пікір алмасуды қарама-қарсы орындықтарда отырған топ мүшелері бастайды. Мұғалім тағы бір бос орындықты қояды. Егер кімде-кім өз пікірін айтқысы келсе, сол бос орындыққа отырады. Орындықта 1 минут қана отыра алады. Мұғалім маңызды пікірді естіген кезде пікір алмасуды тоқтатады. Тұлғаны таны әдісі. Жүргізуші ойынға қатысушыларға парақтар таратады. Ол парақтарда белгілі бір есім жазылады немесе портрет беріледі. Оқушылар 5-6 адамнан тұратын топтарға бірігеді. Олар портреттегі тұлғаның аты жөнін, тарихтағы рөлін, қызмет ету кезеңін, оның атына байланысты оқиғаларды, ол жазған шығармаларды, ғылыми еңбектерді, формула мен сызбаларды және тағы басқаларын естеріне түсіруі тиіс. Топ ішінде талдауға 5 минут беріледі. Өз командасы атынан топтың бір адамы шығып пікірлерді қорғайды. Жүргізуші немесе мұғалім топтағы неғұрлым толық жауап берген команданы анықтайды. Кейде оны топтардың өздері белгілейді. Назарларыңызға рахмет. Осы әдістерді сабақтарыңызда қолданып көріңіздер. Ақпарат пайдалы болса, лайк және пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Тағы да басқа әдіс тәсілдерді көріп отыру үшін каналға тіркеліп алыңыз.